Жаңа сабағымыздың тақырыбы күрделі эфирлер, майлар, сабындар және синтетикалық жуғыш заттар. Сабағымыздың мақсаты күрделі эфирлердің, жай эфирлердің химиялық және физикалық қасиеті, сабын және синтетикалық жуғыш заттардың алынуы, және де майлардың түрлері, қолдануы және де табиғатта таралуы. Эфирлердің өздері екіге бөлінеді, жай және күрделі эфир болып. Соның ішінде қазір жай эфирге тоқталатын болсақ, жай эфирлер бізде оттек атомымен байланысқан екі радикалды айтамыз. Мысал ретінде сіздерге көрсететін болсам, көріп тұрғандарыңыздай жай эфирлердің жалпы формуласы оттек атомымен байланысқан екі радикалдар. Мысал ретінде оттек атомымен байланысқан екі радикал. Сіздер білесіздер өткен тақырыптардан. Бізде метил және этил жазайық, этил С2H5. Яғни бұл жерде бізде метил және этил эфирі деп аталынады. Ал егер екі радикалда бірдей болатын болса, мысал ретінде метил. Яғни бұл жерде қарап тұрсаңыздар, екі радикалда бірдей, яғни бұны біз диметил эфирі деп атаймыз. Екі радикал бірдей болатын болса, алдына ди деген қосымшаны қосып айтасыздар. Түсінікті ғой? Келесі күрделі эфирге мысал келтіретін болсақ, бұл жерде оттекпен байланысқан екі радикалдың біреуі бізде көмірсутек, екіншісі қышқыл қалдығы. Ал бізде жай эфирде екі радикалда бірдей көмірсутек немесе екі түрлі көмірсутек болған. Ал күрделі эфирде бізде біреуі қышқыл қалдығы, екіншісі көмірсутек. Күрделі эфирлердің жай эфирлерден айырмашылығы, жай эфирлер бізде табиғатта таралмаған, тек қана химиялық қасиеттері бойынша біз оларды синтездеп аламыз. Ал күрделі эфирлер бізде табиғатта кейіннен тараған гүлдерде, өсімдіктерде осы күрделі эфирлер бар. Сол үшін олар бізде хош иістендіргіштер болады, студенттер. Сіздер білесіздер, күрделі эфир немесе эфирный масла деп сатып жатады, дүкендерде білесіздер. Яғни осы бізде күрделі эфирлер болып келеді, студенттер. Енді химиялық қасиетіне келетін болсақ, бізде жаңағы айтқандай жай эфир ол инертті қосылыстар, олар гидролизденбейді. Мысал ретінде біз күкірт қышқылын қосқан кезде бізде сульфат түзеді. Одан кейін натрий металлымен әрекеттестірген кезде бізде эфирлер ыдырайды. Алдарыңызда майлардың 3D құрылысы. Міне. Көміртек пен сутек арасында байланысқан. Көрдіңіздер ме? Әр жерде көміртектің 4 валентті, органикалық химияда білесіздер, көміртек бізде тұрақты 4 валентті, осы тұрақты 4 валенттілігі бізде сақталған. Майлар дегеніміз үш атомды спирттің серімен жоғары карбон қышқылдарының күрделі эфирлері. Күрделі эфир болғандықтан кейін майлар бізде қышқылдар мен сілтілердің қатысында қыздырғанда гидролизденеді. Сонымен қатар тірі организмде майлар бізде ферменттердің қатысында гидролизденеді. Мына жерде реакцияға қарайтын болсаңыздар, реакция нәтижесінде бізде глицерин мен карбон қышқылы түзіліп тұр. Енді майлардан ары қарай бізде сілті қатысына гидролизденген кезде, глицерин мен сілті қатысына гидролизденген кезде бізде сілті натрий гидроксиді болып тұр. Одан шығатын өнім бізде глицерин мен натрий стеараты, С17, H35, СОО натрий. Яғни натрий стеараты сабын. Міне сабынның сіздер қолданып жүрген, күнделікті тұрмыста қолданып жүрген формуласы сабынның С17, H35, СОО натрий. Түзілген сабын өнімін студенттер сабындану реакциясы майды натрий гидроксиді мен натрий карбонатын қыздыру арқылы жүргізіледі. Сол кезде бізде реакция нәтижесінде глицерин мен жоғары карбон қышқылының натрий тұзы түзіледі. Міне май қосамыз натрий гидроксиді, глицерин мен сабын түзіледі. Сабын бізде бетіне қалқып шығады, глицерин төмен түседі. Сол кезде сабынды жинап алып, өзімізге қажетті пішінін жасаймыз және де бояғыштар мен хош иістендіргіштер қосып, өзімізге қажетті сабынды аламыз. Мына жерде өздеріңіз көріп тұрғандай этанолдан жай эфирлерді бөліп аламыз. Кейін олардың үстіне салмақтарын жазып кетеміз. Ал олардан астына малярлық массалар жазылады. Кейіннен бұл малярлық массаларды мына жерде этанолдың салмағына, мына жердегі жай эфирлердің малярлық массасын көбейтіп, оларды этанолдың малярлық массасына бөліп тастаймыз. Кейіннен бұдан 14,8 шығады. Бұл есепті шыққаны жай ғана пропорционалға салып, ары қарай шығара саламыз. Бізде жай шыққан жауабы 40,5% болып табылады. 1 грамм май тотыққанда 40 килоджоул энергия бөлінеді. 90 грамм май тотыққанда қанша энергия бөлінеді? Адам күніне қанша 100 грамм май жейді десе, қанша энергия бөлінеді? Кім шығады?
Кәні, автор келе қойыңыз. Бізге берілгені 1 грамм май тотыққанда 40 килоджоул энергия бөлінеді, ал 90 грамм май тотыққанда қанша энергия бөлінеді. Біз ол үшін 1 граммда 40 килоджоул болатын болса, 90 граммда белгісіз. Сол үшін біз 40 килоджоулға көбейтеміз 90 граммда, оны бірге бөлгенде 3600 килоджоул болады. Демек жауабы 3600 килоджоул. Екінші топтың есебіне назар аударайық. Екінші топтан кім шығады? Келе қойыңыз, Аружан. Бірден одан шығатын массаны азып кетер болса, менен тең болады 192 грамм. Және пропил формат қышқылын біз құмырсқа қышқылымен қосып алуымыз керек. Құмырсқа қышқыл триviалды атауы, яғни метан қышқылмен. Бұл жерде орын басу реакциясы жүреді және бұдан май қышқылы мен су шығады. Есепті шығару үшін алдымен X-тарды белгілеп, олардың малярлық массасын жазуымыз керек. Туралы пилформияттың малярлық массасы 60-ға тең болса, құмырсқа қышқылының массасы, малярлық массасы 46 граммға тең болады. Келесі мына жерде шығарып алды, ол 192 граммға, ал бірақ 188-ге тең. Шығару барысында бізге ең алдымен пропил форматты табылып алуымыз керек. Ол 131 граммға тең. Келесі құмырсқа қышқылына келер болсақ, жүз бүтін оннан 3 граммға тең. Осы есептің барысында біз пропил формат қышқылының және құмырсқа қышқылының массасын таптық. Енді сабынды алу әдісін сіздерге зертханалық жұмыс арқылы көрсетеміз. Жұмыстың барысы қажетті құрал-жабдықтар. Студенттер, сабынды жасау үшін бізге керекті құрал-жабдықтар, ол бізде пластикалық формалар. Міне көріп тұрғандарыңызда неше түрлі пластикалық формалар бар. Міне қонжықтың, кәдімгі сабынның өзінің пластикалық формасы бар. Міне арбуз, сіздер қарбуз дейсіздер ғой, қарбуздың, және де бізге химиялық стакандар, пипеткалар, және де ең басты бізде сабынның негізі этил спирті керек, және де бізде мына жерде жаңа сабақтың басында айтып кеттік, сабын жасау үшін бізге хош иістендіргіштер және де бояулар керек деп. Міне осы заттармен қазір сіздер сабын жасайсыздар. Студенттер, енді бізде су банясында міне сабын еріді. Міне сабын ерітіндісі бізде еріді. Қараңыздар, сабын ерітіндісі бізде еріп тұр. Енді қазір сіздердің әрқайсыларыңыздың алдарыңызға осы сабын ерітіндісін береміз. Ең бірінші өздеріңіздің алдарыңызда тұрған міне формаларыңызды аласыздар. Оған этил спиртін алып, сеуіп аласыздар. Міне сеуіп аласыздар. Одан кейін барып өздеріңіздің сабындарыңызға, мысалы мен мына сабынның түсін ақшыл қызғылт түске бояғым келіп тұр. Міне мен қазір тамыздым. Енді қазір араластырамыз. Қандай әдемі қанық, керемет түс шықты, студенттер? Көріп тұрсыздар ғой? Енді бұған біз хош иістендіргіштерді қосамыз. Енді келесі хош иістендіргіштен қостық 2-3 тамшы. Тағы да араластырып аламыз.
Біздегі этил спирті құйылған формаға осы сабынымызды құямыз. Көрдіңіздер, иә? Енді осы қалыпта 30 минут ұстаймыз. 30 минуттан кейін біздің сабын дайын болады. Қазір сіздер де дәл осылай сіздердің алдарыңызға берілген сабын негізімен сіздер де осылай мен айтқанымдай қайталайсыздар. Түсінікті ғой? Жақсы, бастаңыздар. Stop the looting, stop the shooting, pickpocketing on the corner. See, as the rich is getting richer, the poor is getting poorer. See me and Maria on the corner, thinking of ways to make it better. In my mailbox, there's an eviction letter. Somebody just said, see you later. Yeah. Chola, mama chola, ahora vengo, mama chola. East Coast. Ahora vengo, mama chola, mama chola. Ahora vengo, mama chola. Maria, she remind me of a West Side Story. Growing up in Spanish Harlem.